Арықтауға көмір тәрі көмектеседі. Көктем күшіне мініп келеді. Қалың киімді келесі қысқа дейін сандыққа салып та үлгердік. Енді көп адам, әсіресе қыз-келіншектер арықтаудың амалдарын қарастыра бастайды. Бұл ретте безендірілген көмірді де кәдеге асыруға болады екен. Ол арқылы арықтаудың сан алуан түрі бар екен. Бірақ біз оның қолайлы деген тек 2 түрін ғана ұсынып отырмыз. Арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Керекті көптеп видеолар салып отырамын. Бірінші әдіс: безендірілген көмірді аздап уақыт өткен сайын көбейте ішіп отыру керек. Бірақ ең көп дегенде салмағыңыздың 10 килосына 1 таблеткадан ішесіз. Дәріні күніне 1 рет ғана қабылдау керек. Таңғы астың алдында ішсеңіз тіпті жақсы. Екінші әдіс: күніне 3 рет 3 дана дәріні тамақтан 1 сағат бұрын ішу қажет. Екі әдісте де дәріні қабылдау уақыты 10 күннен кем болмауы керек. Одан кейін үзіліс жасап, 1 аптадан соң қайта жалғастыруға болады. Безендірілген көмір үгітілгіш келеді. Ол ағзадағы улы, қажетсіз заттарды, дәрі-дәрмек қалдықтарын, денедегі артық суды шығарып, қалыпты жұмыс жасауын реттейді. Кейбір көмір дәрі деп айтатын бұл препарат асқазан ауруларына пайдалы әрі арықтауға көмектесетін қасиеті жағынан танымал болып тұр. Онымен токсикоз, гепатит, ұшыну, улану, ішек жолдарының бұзылуын емдейді. Бір жақсысы, басқа химиялық дәрілер қарағанда оның құрамы экологиялық жағынан таза болып табылады. Әйткенмен арықтауға тез көмектесетін безендірілген көмірдің зиянды жақтары бар екенін де ұмытпаңыз. Оны арықтататын құрал деп емес, ағзаны тазалағыш құрал деп қабылдаған дұрыс. Демек, ол денедегі қажетсіз заттармен қоса пайдалы витаминдер мен микроэлементтерді де шығарады. Сондықтан ағзаны тазалау барысында қосымша витаминдерді де қабылдағаныңыз жөн. Тағы айта кететін жайт: безендірілген көмір көп қолданылғаннан кейін созылмалы іш қатудың себепкері де болады. Денедегі суды шығарса, ішек жолдары нәжісі баяу шығарады да қиындықтар туады. Сондықтан арықтауға осы дәрінің көмегін пайдаланар болсаңыз, емдеуші дәрігеріңізден кеңесіңіз. Менің керек арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Керекті көптеп видеолар салып отырамын.